Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тіл пәнінің 12-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы я әрпінің жазылуы. Балалар, біз бұл сабақта я әрпінің жазылу емлесін білетін боламыз. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтайтын боламыз. Және тірек сөздермен әңгіме құрастыратын боламыз. Ендеше 47-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Аян ағасының баласы екеуі саябаққа барды. Олар жолда Әлиямен кездесіп қалды. Әлия қасындағы кісінің қолынан ұстап алыпты. Ал қарт кісі таяғының ұшымен жерді түрткілеп келеді. Аян бірден мына кісінің көзі көрмейді екен ғой деп ойлады. Атаң ба деп сұрады Аян. Көрші тұрамыз деп Әлия басын изеді. Аян Әлияның үлкенге құрмет көрсеткеніне сүйсіне қарады. Олай болса, балалар, астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін кім туралы дейді? Балалар, бұл жерде мәтін Әлия туралы екен. Мәтіндегі негізгі ойды айт дейді. Бұл жерде, балалар, үлкендерге құрмет көрсету туралы айтылып тұр, яғни Асия өзінің көрші тұратын атасымен, яғни көзі көрмейтін үлкен қарт кісіні қолынан жетектеп жүргенін айтып отыр екен, балалар. Ендеше 48-ші жаттығуға назар аударайық. Оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды тауып жатқа жаз дейді. Әдепті бала, арлы бала, ақылды қария, ағып жатқан дария. Сәлем сөздің анасы. Бұл жерде әдепті бала, арлы бала деген сөзді, яғни жаңағы оқыған мәтініміздің мазмұнына сәйкес деп тануымызға болады екен, Яғни біз жаңағы Аян мен Әлияның оқиғасынан балалардың қандай әдепті, үлкенге құрмет көрсете білетіндігін жаңағыдай байқай алады екенбіз, Яғни әдепті бала, арлы бала деген мақал сол мәтіннің мазмұнына сәйкес келеді екен. Енді дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес сөздері бар мақалды тауып көр дейді. Бұл жерде екінші мақал ақылды қария, ағып жатқан дария деген сөзде дыбыстар әріптерге қарағанда көп екен. Себебі, балалар, бұл жерде екі сөзде я деген әріп бар екен. Ал я деген әріп екі дыбыстың қосарлануынан жасалған. Яғни я әріпі тек бір ғана әріппен ғана таңбаланғанымен, жазылғанымен, бірақ айтылған кезде екі әріпті естиді екенбіз, Мысалы, я деген әріпті айтқан кезде біз и және а деген дыбыстарды естиді екенбіз, Мысалы, ақылды қария, ағып жатқан дария деген мақалда 26 әріп бар екен. Ал бірақта 26 әріп көріп тұрғанымызбен біз естіген кезде, бұл мақалды естіген кезде 28 дыбыс естиміз. Себебі жаңа айтқандай, я әрпі екі дыбысты естіртеді екен бізге, яғни и және а деген дыбыстарды естиді екенбіз. Енді, балалар, ережеге назар аударайық. Сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды, я жазылады. Мия, тақия, әлия. Ендеше 49-шы жаттығуға назар аударайық. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырып жаз дейді. Тірек сөздер, балалар, міне мынандай екен. Әдепті қыз, қария, сая, ұят, үлкен кісі сыйлайды. Мысалы, сая өте әдепті қыз. Ол қариялар мен үлкен кісілерді сыйлайды. Мінеки, балалар, осындай мәтін құрадық. Олай болса, сен де осы тірек сөздерді пайдаланып, өзіңнің ойыңмен мәтін құрап жаз. Ал енді, балалар, 50-ші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы, мәтіндегі кейіпкерлерді анықта дейді. Алдиярдың атасынан сұрамайтын нәрсесі жоқ. Ата, осы ертегіде айтылған желмая дегеніңіз немене? Балам, желмая жүйріктің жүйрігі ғой. Мына біздің жалғыз өркешті нар түйені көрдің бе? Оны қазақ мая деп те атайды. Осылардың ішінде желдей ескен жүйріктерін жел мая дейді.
Мінекей балалар, Алдиярдың сұрағына атасы осылай жауап берген екен. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Мәтіннен я әріпі бар сөздерді теріп жаз дейді. Балалар, біз бұл сөздерді теріп жазу үшін біз я әріпі бар сөздерді тауып алуымыз керек, я? Ендеше қане бірге табайық. Мінекей Алдиярдың, одан кейін желмая, одан кейін мая, ал мынау желмая, тағы да желмая деген сөздер қайталанған екен, я? Ендеше осы үш сөзді арасына үтір қою арқылы көшіріп жазайық. Балалар, Алдияр деген баланың аты, яғни адамның есімі, я? Адамның есімі әрқашанда сөздің басында келсе де, ортасында, тіпті соңында келсе де, үлкен әріппен жазылады екен, я? Сол себепті Алдияр деген сөзді біз үлкен әріппен жазамыз. Балалар, мінекей, осымен біздің 12-ші сабағымыз өзінің соңына жетті. Ендеше балалар, келесі 13-ші сабақта мен сендерді асыға күтемін. Олай болса, менің каналыма жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар.